Құрметті көрермен, тікелей эфирдегі бағдарламамыз әрмен қарай жалғастырамыз. Бізде тағы бір қуанышты жаңалық. Биыл Қарағанды университетінің тарих факультеті 85 жылдық мерейтойларын атап өтеді. Евгений Арыстанұлы Бөкетов атындағы университеттің тарих факультеті 1938 жылы Қарағанды мұғалімдер институтының негізінде құрылған болатын. Мәди, дұрыс айтасың, осыған дейін тарих факультетінде 7000-ға жуық студент оққан, оның ішінде магистрда, докторанттарда бар. Тіпті Қарағанды республика бойынша емес, тіпті шетелдерден де келіп оқиды екен. Олай болса, мерейтой қарсаңында университет қабырғасында көптеген шаралар өтуде. Тарих ғылымдарының кандидаты, тарих факультетінің деканы Жұмабеков Жамбыл Әзмұханұлы студиямызда қонақта. Қош келдіңіз аға. Қалай жеттіңіз? Көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы, көңіл-күйіміз өте күшті. Биыл біз бір ерекше серпіліспен, сондай бір ерекше жыл болып отыр бізге. Енді тарих факультетінің жаңа тамыры тереңде екенін айтып өттіңіздер. Осы жалпы Қарағанды өңіріндегі жоғарғы білім осы тарих факультетінен басталады. Тарих және тіл, әдебиет деген екі бөлім ашылған жаңағы мұғалімдер институтында. Сондықтан филология мен тарих негізі егіз, бірге оны дамытып кетпеуіміз керек, айтып отырмыз керек. Сондықтан биыл 85 жыл деп атап өтірміз. 27 қарашада, атап өттік, біз халықаралық конференция ұйымдастырдық. Жалпы енді ұзақ уақыт өмір сүрген факультет болғаннан кейін оның дәстүрлері, тарихы, тұлғалары көп болады. Және біздің факультетіміздің бір ерекшелігі, бізде үлкен ақсақалдарымыз әлі күнге дейін бар. Мысалы, Әлімжан Нұғманұлы Телғарин деген ақсақалымыз 88-ге толды. Құдай қаласа, міне 2-3 күн өтті. Сол тірідей шежіресі деп айтуға болады факультеттің. Ал енді факультетімізден, енді өздеріңіз айттыңыздар, талай-талай ғұлама ғалымдар да шықты, қоғам қайраткерлері де шықты, спортшылар да шықты, әскерилер де шыққан айтамыз. Генерал-лейтенант Байекенов деген кісі болған, министрлер да шықты, Ашляев, Аймағамбетов, өзіміздің тұңғыш оқу ағарту министрі болған Асқат Қанатұлы. Яғни өте біз осы жеткен жетістігімізге осы 85 жасқа мақтанышпен айта аламыз. Қазірде енді жақсы тәрбие беріп жатыр деп ойлаймыз. Дұрыс айтасыз. Тарих факультеті университетіміздегі ең ірі үлкен факультеттерінің бірі. Жалпы республикада факультет болып жүргендер көп емес. Кафедра ретінде қалыптасқандар тарих факультетінің тарихы 3 кезеңнен тұрады екен. 1938 жылы мұғалімдер институты болып, ал 1952 жылы Қарағанды педагогикалық институты болып қайта құрылып, 1972 жылға дейін жұмыс жасады. Одан кейін 3-ші кезең университет болып қалыптасты. Енді осы тарихиді қысқаша Мәди айтып өттің, өзіңіз толығырақ айтып өтсеңіз. Енді шында да мұғалімдер институты кезеңі, одан кейін педагогикалық институт кезеңі. Бұл кезеңде әрине мұғалімдер институты ол негізі шағын болған ғой. Біз енді 40 адам деп пе? 2 жылдық болған, біріншіден бір ерекшелігін айтып отырайық. 2 жылдық болған. Алғашқы оқу жылына енді біз айтамыз ғой, қазір грант бөлінді деп, сол кезде 180 грант бөлінген, бірақ 157 адам түскен. Тамаша. Сондықтан сол жылдар тіпті, мысалы, біз кеңес дәуірін елестетеміз ғой, енді бәрі үкіметтің есебінде деп, ақылы негізде де оқуға болады екен. Сонда біз құжаттарды кездестірген өз тарихымызды жаздық қой. Сонда ақылы негізде сондай рұқсат етіледі екен. 2 жылдық сондай мұғалімдер институты, көп адамдар бітірген. Енді соғыс жылдар өте әрине қиын болды, соғысқа кетті көбісі. Кейін педагогикалық институт болып құрылған кезде, енді 72 жылға дейін онда жаңадан физика, математика, жаңа 6-7 факультет ашылып, уже әлеуеті кеңейіп дегендей. Сол жылдар, мысалы, соғыстан кейін бітірген жылдары бізде, мысалы, есімі белгілі Шаймұханов, атақты тарих ғылымдарының докторы, Құлыбеков, сондай біздің тарихшылар соғыстан кейін жыл бітіріпті. Және олардың көбісі сондай үлкен жетістіктерге жеткен ғалымдар болды. Біздің бір ерекше тұлғамыз сол соғыс жылдары оқуға түскен, 17 жаста 41 жылы Қали Жуасов деген ағамыз 17 жасындағы факультетке түскен, 2 жылдан кейін бітіріп 43 жыл мұғалім болып қалған. Сол 43 жылдан бастап 95 жылға дейін сол факультетте жұмыс істеді. 50 жылдан астам, сондай бір ерекше тұлға ретінде біз қазір мақтан етіп айтамыз. Оның ішінде 28 жыл декан болған, 10 жыл кафедра меңгерушісі болған, сондай бір қайталанбас тұлға. Ретінде тарихта қалады ғой. Сол кісінің атында аудитория бар, сол кісінің атында шәкіртақы бар, сондай арнайы сыйлық бар, ғылыми жетістіктерге арналған. Сосын сол кісінің атында бізде жыл сайын конференция өткіземіз. Сондықтан
біздің бір үлкен тарих факультетінің бір патриархтарының бірі деп айтуға болады. Жуасов есімін біз тоже мақтанышпен айтамыз, өйткені мыңдаған шәкірттер, сол кісі декан болған кезде, кафедра меңгерушісі болғанда, сол кісі ұстаз болған жылдары тәрбие алған. Бізге 85 жылдыққа келген көп адамдар естеліктерін айтады. Біз Жуасовты көргенбіз, Жуасов былай деп айтқан, Жуасов деген осындай кісі болған деп. Енді біз өкінішке орай жас ұрпақ көрген жоқпыз сол кісіні, бірақ сол кісінің айтқан тәлім тәрбиесімен, сол кісілердің жаңағы салған жолмен жүріп келе жатырмыз деп айта аламыз. Тамаша. Ал 72 жылы шында да жалпы сол кезде республикамызда бірақ университет болған. Көп айтыла бермейді. Қазақ ұлттық университеті қазір Әл-Фараби атындағы бұрынғы Казгу Алматыда. Қазір көп университеттер бізге 70 жыл, бізге 80 жыл деп айта береді. А негізі университет Казгу ең бірінші. Одан кейінгісі міне біз екінші Каргу. Қарағанды жерінде университет ашу, өйткені Қарағанды үлкен индустриалдық ошақ, бұл жерде әлеуетім күшті. Сол кезде сол замандағы ең бір ерекше тағы бір тұлға Евней Арыстанұлы Бөкетов. Бөкетовтың 100 жылдығы келе жатыр. Оны да ұмытпаймыз. Міне сол Бөкетовті ректор қылып тағайындап, сонда Қарағанды жерінде үлкен университет ашылып, міне 50 жылдан асып кетті. Университет ретінде біз өмір сүріп жатқанымызға. Тамаша. Енді бізде таңғаларлығы, мысалы, келген студенттер де айтуы мүмкін. Қарағанды университеті бізде барлығы бір жерге жинақталған. Оңтүстік шығыста. Иә. Ал тарих факультеті бізде керісінше қала жақта орналасқан. Бұнда да бір тарих бар. Бұның өзінің бір құпиясы бар. Оны ашайық. Өйткені шын мәнінде университет бастаулары қалада жатыр. Бұрын оңтүстік шығыс аудан мүлдем болған жоқ. Оны сіздер енді көз алдарыңызға елестете алмайсыздар, бірақ біздің ағаларымыздың естеліктерімен жинап жүріп, сол кісілер айтатын, біз қаладан дейді, вокзалмен екі орта ешқандай бір не болмаған, үй болмаған, ешқандай бір ғимарат болмаған. Вокзал тұрған өзі, айдалада жалғыз өзі. Сосын қазіргі біздің кеншілер сарайы бар ғой, сол жерден сол вокзалға дейін жаяу барасыз. Қыста боран, жаяу, ешқандай жол жоқ. Міне сондай жағдай болған. Сондай жағдайда міне біз қаладан негізгі университет қалада болған. Жаңағы мұғалімдер институты да қалада болған. Кирова көшесінде 5 дейді, Ленина 5 дейді, Кирова 16 дейді, Гоголя 38, уже кейін 72 жылы бұл жерде университет ашылды. Университеттің ең алғаш тұңғыш ғимараты, сол ғимаратты жаңадан ашылған университетке облыстың сол кездегі әкімшілігі берген. Сол жерде бастауы университеттің тұңғыш ғимараты деп отырмыз. Сол жерде ректорымыз отырған алғашқы Евней Арыстанұлы Бөкетовтың қазір кабинеті бар сол ғимаратта. Сол кісінің жаңағы басқан іздері әлі жатыр сол жерде сайрап. Сондықтан біз сол қара шаңырақта отырмыз. Тамаша. Сосын бізге түскен ақпараттар бойынша сізде Әлкей Марғұланның жазған хаттары бар деген. Ондай да бар. Университет болғаннан кейін Евней Арыстанұлының сан қырлы тұлғасын айту керек. Ол кісіні көбісі мысалы әдебиеттанушы, филология ғылымдарының докторы деп ойлайды. Негізі ол кісі химик, техника ғылымдарының докторы. Сондықтан көбісі ол кісі өйткені жазушылықпен, ақындықтармен, сосын Шекспирдің Макбетін аударған, оны еще драмтеатр қойған, оған аншлаг болған. Көбісі сондай бір гуманитарлық ғылымдар саласының тұлғасы деп ойлайды. Ол ғылым 8 қырлы бір сырлы сондай ғалым. Енді ол заманда Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтар сондай бір, сосын ол кісілер өздері дос болған, бір-бірімен зиялы қауым, бір-бірін қолдап, бір-біріне сондай бір хаттар жазып жүрген. Әлкей Хақанұлы Марғұлан 1946 жылдан бастап орталық Қазақстанда археологиялық зерттеулер жүргізеді. Сол кезде 72 жыл университет ашылған кезде ол кісілер университеттің студенттерін сол археологиялық зерттеулерге тарта бастайды. Хаттары бар жазған осындай бір-біріне. Және университетте тарихшыларды, археологтарды дайындауға өз үлесін қосып келе жатыр. Соның бір мысалы Евней Арыстанұлы Бөкетов бізде 70 жылдар жас мұғалім Сағындық Жауынбаевқа хат жазып береді. Марғұланға апарып бересін деп. Марғұлан Әлкей Хақанұлы көзді үлкен кісі уже ашса, сіз аспирант қылдырып алыңыз, шәкірт қылдырып тәрбиелеңіз деп жазып берген екен. Соны Сағындық Убаевич қазір бізге әлі күнге дейін әңгіме қылып айтып жүреді. Сондай естеліктер бар. Әрине хаттар сақтаулы тұр. Біз енді Евней Арыстанұлының 95 жылдығына оны жариялаған болатын сондай хаттарды.
Керемет. Енді Жамбыл мырза, бүгінгі студиямызға келіп, факультеттің кішігірім тарихына көз жүгіртіп өткеніңізге алғыс білдіреміз. Шығармашылық тек табыстар тілейміз. Сіздерге де.